Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай молочная девочка тортының рецептісін ұсынғым келеді. Менің каналыма лайк басып, комментарий жасап кетіңіздер. Заказға қабылдаған тортымның рецептісін ұсынамын. Алдағы уақытта әрине қыз-келіншектердің мейрамы келе жатыр. Соған орай осындай молочная девочка тортының рецептісін жасап ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал бастаймыз. Бөлме температурасына сарымайымызға жұмыртқамызды салып, жақсылап миксермен аппақ болып көпіргенше араластырамыз. Мінекей осындай аппақ болып көпіру керек, және де сгущенканы қолданамыз. Оны да жақсылап миксермен араластырамыз. Осылай араласуы керек. Енді ұнымызға разрыхительді қосып, жақсылап араластырып, електен өткіземіз. Електен өткізу міндетті. Мінекей бұл араласқан қоспамыз дайын болды. Енді диаметрін аламыз. Сіздерге қандай диаметр өздеріңіз таңдайсыздар? 20, 25, 24 деген сияқты. Мен мысалы 24 диаметрліктегі пайдаландым. Осылай жаңа көріп тұрғандарыңыздай мен қыстырдым. Осылай пергамент қағазына және де осылай жағып шықтым. Қыстырған соң өзінің осындай формасының ізі қалады. Осыған салып, барлығын жеріне бірдей қылып, жететіндей қылып жағып шығамыз. Бұл негізі мен мастер-класста үйренген кезде бұда кемінде бір сгущенканы қолдандық қой. Бір сгущенкадан бұл 3 жұмыртқа арқылы кемінде 7 корж шығады. Әр қайсысын қызып тұрған духовкада 10-15 минуттай пісіріп шығамыз. Енді креміне кірісеміз. Салқын кілегейді салып, оны жақсылап миксермен араластырып алдым көпіргенше. Қант қостым, және де осындай творожный сыр қостым, және де жақсылап миксермен араластырдым. Мінекей бізде креміміз осындай дайын болу керек. Қасықпен алған кезде, былай төңкерген кезде ақпауы керек. Мен осындай заказға қабылдап жатқан соң осындай нені пайдаландым. Және де осындай кольцомызды кигіземіз бірінші коржымызға міндетті түрде. Әр қайсын салып, жағып шығамыз. Арасына начинка салсаңыздар болады. Мен барлығын жасап болған соң холодильникке 1 сағатқа қойдым. 1 сағаттан соң шығарып, мен осындай қылып әсемдедім. Әсемде өз қалауларыңыз бойынша мен кокосовый стружка қостым. Ақ шоколадты ерітіп бетіне қостым. Қонақтарға апардым. Мен бұны бір заказбен кесуді, жұмсақтығын түсіруді ұмытып кетіппін. Кесіп уже жеп қойыпты. Мен өзімде дәмін көре алмадым. Дәмді болғаны содан көрініп тұр. Жасап көріңіздер, ас болсын.